Бұрын сонда бұндай даналық естіп пе едіңіз? Бүгінгі шығарылымда сіздермен өмір жайлы нақыл сөздермен бөлісетін боламын. Адамнан ар кеткенше жан кеткені жақсы. Өйткені сенің көптеген жақсылықтарың адамдардың есінде қалмауы мүмкін. Бірақ кішігірім қателіктерің ешқашанда ұмытылмайды. Қабырға артындағы мың дұшпаннан жаныңда жүрген бір дұшпан қауіпті. Жабайы аңдардан қорқудың қажеті жоқ. Жаман достан қорқыңыз. Өйткені жабайы аң тәніңді жараласа, жаман дос жаныңды жаралайды. Кедейлік дегеніміз мүмкіндіктің азайғаны емес, қомағайлықтың артқаны. Өзіне өзі ор қазған адамға ешкімде, ештеңеде көмектесе алмайды. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу қажет емес. Бірақ ұлы адам болғыңыз келсе, бастау сіздің ең үлкен парызыңыз. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді. Бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Өзің жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяғыңызбен шығыңыз. Өзіңізге ғана сенім артыңыз. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз ешқашан өшпейді. Менің рұқсатымсыз мені ешкімде ренжіте алмайды. Сұлулық әйелдің бақыты, қадірін білмесе соры. Ашулы кезде тіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Жаман мінез құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз. Өйткені сынықтан басқаның бәрі жұғады. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақыл берер. Адамды бақытынан айыратын 3 нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Кек алғың келсе, 2 қабір қаз. Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрен. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы, қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы, әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық. Жүректің біз білмейтін өз ақылы бар. Адам баласы шындығының ашылып қалуынан өлердей қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адамдар сіздің кісілігіңізге сенсін дейсіз бе? Ендеше оларды айтып мақтанбаңыз. Ол мені ұмытқан. Адам өзі неғұрлым ізгі болса, ол соғұрлым басқалардан да соны байқайды. Кешегі күнмен емес, ертеңгі күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүр. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, киімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Адамды ақылға жетелейтін 3 жол бар. Біріншісі тәжірибе жолы, ол ащы жол. Екіншісі еліктеу жолы, ол ең жеңілі. Ал үшіншісі ойлау жолы, ол ең таза жол. Өзіңді өзгертпей, өзгені өзгерту мүмкін емес. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Бір келін алдым, отырдым. 2 келін алдым, тік тұрдым.
Үш келін алдым, жүгірдім. Жалқауға іс тапсырсаң, атаңнан артық насихат айтар. Қонағың келсе есіктен, ризығың кірер тесіктен. Берсең аларсың, ексең орарсың. Жұмадан үміт күтсең, бейсенбіден әрекетке көш. Сен өзгеге күлме, саған да күлетіндер табылады. Ар жазасы бар жазадан да ауыр. Жауға жалынба, досқа тарылма. Ұлттың тілі сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтырып тұрған қан тамыры секілді. Егер де қан тамыры жабылып қалса, жүректе соғуын тоқтатпай ма? Жиеннің алғаны парыз, жезденің алғаны қарыз. Еңбек адамды үш зұлымдықтан арашалайды. Біріншісі зерігуден, екіншісі жамандық жасаудан, ал үшіншісі болса мұқтаждықтан. Жеке пікірі бар адам ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады. Көшерден бұрын керуен басыңды сайла, қарыз алардан бұрын береріңді ойла. Қадіріңді білгің келсе, көршіңнен қарыз сұра. Қымбатты тыңдарман, бүгінге арналған нақыл сөздер топтамасы аяқталды. Келесі жолы бұдан да қызықты пайдалы ақпараттармен танысқыңыз келсе, міндетті түрде каналға тіркеліп, қазақ тіліндегі контентті қолдай кетіңіз. Және де лайк басып, пайдалы болады-ау деген жақындарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп қойыңыз. Арнамдағы күнделікті шығып отыратын әртүрлі тақырыптағы шығарылымдарды уақытында тыңдағыңыз келсе, қоңырауша батырмасын басып алуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Омардың әңгімелері. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.